Бүгін сіздермен Инстаграмда хит болып жатқан пряниктарды дайындайтын боламыз. Жарты литр сүттен 2,5 килограмм пряник шығады екен. Сақтау мерзімі 15 күн. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады екен. Рецепті жоғалтып алмау үшін өздеріңізге сақтап, маған тіркеліп алыңыздар. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 400 грамм қант қажет болады. Ұнымыз бен қантымызды жақсылап араластырып, үстінен 500 грамм қайнап тұрған ыстық сүтімізді құямыз. Барлығын венчикпен біркелкі болып біріккенше араластырып аламыз. Сүтіміз толықтай суығаннан кейін үстінен 100 грамм сұйық майымызды, бір шай қасық ванилинді және де 4 жұмыртқамызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, 2-1 бөлікке бөліп алатын боламыз, қыздар. Бір бөлігіне 50 грамм какао қосамыз және де 1 килограмм ұнымызға 60 грамм разрыхлителімізді қосып жақсылап араластырып, какао араластырған массамызға ұнымыздың жартысын қосамыз. Қолымызбен жақсылап, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр істейміз. Қалған ұнымызды екінші массамызға қосып, осындай ванильный қамыр жасайтын боламыз. Ендігі кезекте астына ұнымызды жақсылап сеуіп, қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қамырымызды қатты жұқа қылмаймыз, осы видеодағыдай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Өзімізге ыңғайлы пішінімізге келтіріп аламыз да, пешіміздің листына салып 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. 10 минуттан кейін глазурь дайындаймыз. Ол үшін бізге 2 жұмыртқаны ақуызы, 150 грамм сахарный пудра қажет болады. Барлығын аппақ көбік бойынша жақсылап араластырып, пряниктарға жағып шығатын боламыз.